Браконьерлермен келісу, қылмыстарды жасырған үшін пара алу. Экологтар мен орман инспекторларын мұндай істерге не итермелейді, неліктен жемқор болып қалады? Мүмкін қызметкерлердің өзінде материалдық проблемалар бар шығар. Сондықтан қызметкерлердің материалдық ынталандыруын арттыру мәселелерін қою керек шығар. Экология саласындағы сыбайлас жемқорлық қазірдің өзінде жасалған фактілерді дәлелдеу және ықтимал фактілерді болдырмау қылмыстарын ашу неге соншалықты қиын? Инспекторлар ең алдымен олар бейне тіркеу құралдарымен жабдықталмаған, яғни бейне төкендермен әкімшілік өндіріс қағаз тасығыштарда электрондық түрде жүргізіледі. Әкімшілік практиканы енгізу және бақылау объектілерінің қашықтығы ол қоғамдық бақылауды жүзеге асыруға мүмкіндік бермейді және қоғамдық белсенділер қалыптасқан құндылықтар жүйесін бұзуға көмектеседі және тәуелсіз сарапшылардың жұмысына қатысуы бізден бас тартпайды. Керісінше бізді көбірек тартады. Өйткені біз айтатын сенім қоғамның қалай ұсынылатынынан туындайды. Экологияға қайта оралу апатқа әкелуі мүмкін бе? Және неге сыбайлас жемқорлыққа қарсы министрлік жұмысын жиі талдайды? Шығыс Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясының бұқтырма бөлімінің басшысы қарамағындағылармен бірге қылмыстық бизнеспен жүйелі негізде айналысты. Ол балықшылардан ақы алды. Жалпы қамқорлық тыйым салынған әдістермен балық аулауға көздерін жұмды. Көбінесе уылдырық шашу кезінде инспекторлардың материалдық техникалық қамтамасыз етілуінің әлсіздігі байқалады. Яғни олардың объектілерді қашықтықтан бақылау құралдары жоқ, жол талғамайтын автомашиналар жоқ. Бүгінгі күнде де нысанды тексеруге бару үшін көлік бұзылудан, құқық бұзушыдан көліктерді сұрау керек. Барлығы бірдей сыбайлас жемқорлықты тудырмайды. Олар парақорлық пен лауазымды теріс пайдалану антикасында айтады. Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің бұрынғы қызметкерлерін соттайтын ең көп таралған мақалалар жыл сайын өндірісте оңдаған істер бар. Кодекстің бабы экологиялық нормаларды жалпылама бұзу, заңның белгілі бір нормаларын бұзған үшін арнайы баптар бар. Алматы облысының топырақты азотпен ластаған үшін құқық бұзушыны қалыптасқан және оларды 324 бап бойынша ал 337 баптың арнайы нормасы бойынша сотқа жіберілді. Талдау нормативтік құқықтық базадағы көптеген кемшіліктерді анықтады. Мысалы, нақты уақыт аралықтарын белгіленеді. Залалды өтеу туралы нұсқама беру қажет болған кезде инспектор істі әдейі қатайтуға тағайындалады. Ол кінәлі жауапкершіліктен аулақ болады. Ол зияндық мөлшерін белгілеуді жеңіп алды. Ол мұндай уақытты белгілемеді. Ол бұл бұйрықты шығаруға мәжбүр болды. Бұл факт бақылау объектісіне өте ұзақ уақыт берілмегенде және сот процестері жүріп жатқан кезде сот ескеру мерзімінің аяқталуына байланысты азаматтық істі тоқтатты. Кемшіліктер жаңа экологиялық кодексте де жойылды, бірақ заңдардағы кемшіліктер сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері болып қала береді. Инспекторлардың әлеуметтік пакетін бекіту туралы мәселені шешу керек. Сондықтан адамдар инспектор болып жұмыс істегісі келмейтін жерлерге жұмыс істеуге ынталандыру керек. Өйткені бұл қызметкерлердің өмірін қауіп төндіреді. Бұл әрине ең алдымен әлеуметтік пакеттің нормативті құқықтық базасына қатысты болды. Яғни мұнда жұмысты ынталандыру мәселелерін кешенді түрде қарастыру қажет. Сарапшылар ондаған миллиард теңге шықты. Бір жерде бюджет қаражаты көрінді, онда қылмыстық жауапкершілікке тартылды, бірақ бұл нәтижеден аз, яғни адам жазаланды, бірақ залал өтеледі. Сондықтан біз ішкі талдауды қалай табуға болатындығын таңдау мәселелерін қойдық. Кезінде келтірілген залалды одан әрі өтеу осы объектілердің құрылысын жүргізуді білдіреді. Лас ақшаны қоқыспен жасауға болады деп санайды сарапшылар. Әкімшілік кедергілерді тіпті осы салада сыбайлас жемқорлық тудырады және жеке қайта өңдеу ережелері туралы жаңа шешімдерді әзірлеу үшін сонымен қатар мәселе туындайды. Оны кім тастай алады?
ол кәсіпорындардың мемлекеттік сатып алу бойынша жеңіске жетеді. Адал емес кәсіпорындар тендерде жеңіске жетеді. Олар ағылшын құрылысына және материалдық базасына сәйкес келеді. Олар осы қалдықтардың барлығында жояды. Қоғам белсенділері тарапынан бюджет қаражатының жұмсалуын жаппай бақылау көмектесе алады және мәселені шеше алады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметте сенімдіміз. Өмір бойы оның салдарынан күресті. Өздерінің түсінесіз, қазір әрбір жемқорлыққа 2 полиция қызметкерін қою мүмкін емес. Дегенмен бізде басымдық болу керек. Қызметкерлерге, азаматтарға жеткізуіміз керек және уақытша біздің экология, геология және табиғи ресурстар министрлігіне бұл мәселе тек қана белсенділер қатысуға қарсы емес, керісінше барлық нюанстарды білгісі келетіндерге мемлекеттік сатып алу көбірек болады. Ең маңызды орын екінші, егер бұл министрліктің бақылау функциясы болса және кейбір таза емес қызметкерлер болса, кейде әр бөлім оны теріс пайдаланса, біз бұл тәуекелді жою үшін мемлекеттік сатып алу ашық болуы тиіс. Бірақ олар қандай да бір тапсырыс берушіге берілмеуіне әсер етеді. Өйткені техникалық тапсырмалар бізге көрінгендей және дұрыс болғандықтан сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар тексеру кезінде, объектіні қабылдау актілеріне қол қою кезінде шенеуніктердің кәсіпкерлермен тікелей байланысқа болуына және лицензия алу кезінде жасалынады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегия өз жоспарын жасайды. Ол қалай қарсы әрекет етеді? Біз оны қадағалаймыз, мониторинг жасайды және көптеген қателіктердің алдын алу керек. Өйткені қандай да бір ұсыныстар мен тілектерімізді жазу және қызметтер жауап берген кезде бұл әдетті қалыпта болады. Жақсы бірлескен жұмыс, белсенділердің айтуынша, табиғи ресурстар мен қоршаған ортаны қорғау саласындағы сыбайлас жемқорлықтың пайда болуының негізгі факторы заңнаманың жетілмегендігі болып қала береді.